Hello, ladies and gentlemen, дамушылар, learners, үйренушілер, мықтылар, красавчиктер, красавицалар, в общем, барлығы. Неге өткен біз ағылшын үйреніп жатырмыз ғой, и оның ішінде бүгін ең керек болатын нәрсе біз шетелге барған кезде, тем более, өткені біз карта қолымызда болады, иә, бірақтан карта болғанмен де кейбір жерлерде көрінбеуі мүмкін магазиндер, немесе сіз барған точкаңыз, иә, и оны біз қалай сұраймыз? Ағылшынша мына жерге, ана жерге, немесе көрсетесіз, мына магазинге қалай барам, немесе осы жерде жақын жерде бір супермаркет бар ма, иә, өткен сіз бір продукт алайын деп жатсыз, немесе кафеге барайын деп жатсыз, бұларды қалай сұраймыз? Turn right. Right ол дұрыс, прав деген келеді, орысша айтқанда мысалы прав, право, направо, окей? Дұрыс, оң десек болады, оңға және оң сөз екен, дұрыс сөз екен деген сияқты, вот сол не болады? Turn right. Енді сіздерде оң болып көрініп тұр ма? Или жоқ, қалай болып тұр? Yeah? Turn right. Менің оң қолым міне. Okay? Turn left. Солға не істеу? Бұрыл. Turn left. Turn деген сөз, онда сол бұрылыс, круг дегенге келеді. Turn back десе, back деген арт қой, яғни арқа, яғни арт жағымыз. Сонда turn back не істеу? Артқа бұрылу, okay? Go straight десе, straight, не? Прямой. Go straight on. Түсінікті, бұлар оп-оңай болды. Енді бір сөздерді қарай жүрейік қазір. Бізге керек болатын сөздер. Өйткені біз бір қалада жүреміз, картадан қараймыз, немесе өзімізді мен ана жерде кішкентай қылып қоя салайын, окей? Керек болады қандай? Hotel. Айтып шығайық, hotel. Оны білеміз не екен? Bank, окей? Chemists, pub. Pub енді біз оны бармаймыз. Баратын кісілер енді бар болатын болса, бұл не? Не деп айтсақ болады? Бар ғой, в общем, иә, пиво ішетін, мындай, иә. Railway station, иә. Түсінікті? Rail деген рейс қой, way деген жол. Сонда railway, железнодорожный, иә, темір жол, несі, станциясы. The beach cafe, окей? Мына жерде beach cafe бар ма екен? Окей, мына жерде осымен де қарай берсек те болады екен ғой, негізінде. Осы сөздер, оның барлығы мына жерде тұр, окей? Surf school, surfing school, diving school болады, ондай жағалардағы қалаларға барсаңыз. Ice cream shop, souvenir shop, church. Окей, дауыстап айтып отырыңыз, чтобы сіздің тіліңізде соған үйрену үшін. Және қазір бір аудио тыңдап көреміз, осыны айтатын. Сол кезде мынандай шок болып құлағыңыз түсінбей қалмайтындай, яғни өзіңіз түсінбей қалмайтындай. Өйткені church'ты оқып тұрмыз, бірақ сіз құлағыңыз оны дұрыс қабылдамауы мүмкін. Өйткені британскийде church, no, souvenir shop, окей? Souvenir shop, the beach cafe, зараз Italian restaurant, cinema, okay, railway station, football stadium, pub, okay, news agents, fish and chip shop, bank, chemists. Chemists білеміз, бұны pharmacy деп айтсақ болады, американский. Chemists, яғни біз ол жақта не аламыз? Аспирин аламыз, аспирин, парацетамол сатып аламыз. Seafood restaurant, bank, sea view hotel, okay, campsite, garden center. Sea view деген sea ол теңіз, ал view вид. Сонда с видом на море болатын hotel. Енді осыларды не істейміз? Біз қазір тыңдап көреміз. Нені? Бір аудио тыңдаймыз. Осыған қатысты қай жаққа не бағыттап тұрғанын. Мысалы, допустим, сіз you are here. Сіз мына жерден бастайсыз, мынау точкадан. Енді бүйтесіз, мынау видеоны көріп отырсыз ғой. Қолмен бүйтіп апарыңыз, мынау точкаға ұстап тұрыңыз. Енді баспай қойыңыз, просто немесе ручкамен бүйтіп тұрасыз да. И қалай қазір бастайды, солай бірге жүріп отырасыз. Сол ыңғайлы болады табуға, окей? Мысалы, high street көшелерін жаттап алыңыз. Station road, мына station road, high street кете береді. Garden square бар екен жерде. Окей? Сквер деп айтады бізде square. Sandown road, Dean road, окей? Dean road. Сосын Sandown road тоже мына жерде, ол біреу ақ қой, Сосын coastal road, coastal road. Okay, road осы жолдар, okay? Енді бүйтеміз. Мысалы мына жерде go up the high street. Неме? High streetпен прямойнан жүресіз. High streetпен жүресіз, өшіме, жоғары қарай. Go down десе төменге қарай. Мысалы енді көшелер болатын болса, жоғары төмен болатын болса. Turn right into station road. Turn right. Оңға не істеу? Оңға бұрыласыз, және station roadқа into дегенді
station road'тың ішіне, яғни сол көшеге. In деген бар, білесе, to деген бар, ол екеуін қосып жібергенде into station road. It's on the right, next to, it's on the right. Енді біз бүйтіп келе жатқан кезде on the right, it's on the right десе, сіз оңға қарауыңыз керек. Ал turn left десе, turn right десе, не істеуіңіз керек? Бұрылып кетуіңіз керек, Ал просто it's on right десе, оң жақта. Сонда бүйтіп қараған кезде тұру керек. Сонда бүйтіп айтып тұр, Station road'қа бұрылдық. It's on the right, оң жақта. О, міне cinema бар екен, сосын Italian restaurant бар екен, Енді қайсысы деп тұр? It's on the right, next to the Italian restaurant. Now, Italian restaurant'ың қай жерінде? Жанында, Next to деген жанында болады, окей? И келесі, енді сіз қай жерге кеп тұрсыз, айтпақшы, мына жерде? Cinemaға кеп тұрсыз, Түсінікті? Енді аудиосын тыңдап көреміз. Екіншісі қай жаққа сізді бағыттайды. Осы you, he-ден бастайсыз да, ары қарай кете беретін боласыз, окей? Сонда бастаймыз. Directions. 1. Енді біріншісін айтады пока. Go up the high street, turn right into Station Road. It's on the right next to the Italian restaurant. Окей, енді осы жерде ұстап тұрыңыз. Two. Жүресіз қазір. Go up the high street, turn right at the supermarket into Sandown Road, and it's on the left next to the fish and chip shop. Next to the fish and chip shop, Енді turn right at the supermarket, At the supermarket. Yani supermarketten turn right at the supermarket into Sandown Road. It's on the left. Сол жақта next to the fish and shop. Сонда қай жақтамыз? We are at the news agents, okay? We are at the news agents. Түсінікті? Next one. 3. Go up the high street, turn left at the church into Sandown Road, go straight down and turn right into Coastal Road. It's on the right next to the Seaview Hotel. It's on the right next to the Seaview Hotel. оң жақта. Seaview Hotel'ın жанында не тұр? Seafood, Seafood restaurant, okay? We are at the seafood restaurant, okay? Біз seafood restaurant'ın қасында. Go straight on up the high street for 5 minutes and it's in Carden Square. For 5 minutes. 5 minут бойы go straight down, It's in Carden Square. Carden Square'da екен, Нені айтып тұр? It's a big building on the right. It's a big building, үлкен building on the right, оң жақта, Okay? 5. Go up the high street, turn left into Station Road, then turn right. Turn left into Station Road, then дейді потом turn right, оңға бұрыл, қайқа? Into Coastal Road. Coastal Road'ға, into Coastal Road. And it's on the right next to the Beach Cafe. It's on the right, оң жақта екен, next to the Beach Cafe. Beach Cafe'nin қасында не тұр? Church па, souvenir shop па? Қасында енді souvenir shop па жақында. Okay? Easy, Сонда we are at the souvenir shop. Жаңа Carden Square болды, енді souvenir shop, енді соңғысын. 6. Go straight on up the high street, turn left into Dean Road, and it's on your left. Turn left into Dean Road. It's on your left. Opposite the campsite. Opposite the campsite. Campsiteға не? Opposite. Қарама қарсы. Сонда бұл we are at the Seaview Hotel. Түсінікті? Easy, Онда қатты қиын емес. Енді осы жаңағы аудионың скриптін мен сіздерге көрсете салайын. Яғни қалай айтылғандары қалай жазылып тұр. Сіз бір қарап шығыңыз да, щоб түсініп алыңыз өзіңізге түсініксіз сөздерді. Енді қараңыз, мына жерде басқа сөздер бар. Pub, campsite, football stadium. Қалай барамыз? Енді дәл осылай өзіңіз соны практика жасаңыз. Допустим, мысал берейін. Мысалы, excuse me десе, excuse me, is there дейсті, мысалы, қалада жүрген кезде. Мына жерде, жақын жерде банк бар ма? Мысалы, банк керек сізге, болмаса chemist, болмаса supermarket. Is there supermarket near here? Near here, okay? Near, жақын, осы жерде. Жақын жерде, сонда не бар ма? Supermarket, Football stadium бар ма осы жерде? Қалай сұраймыз? Excuse me,
Is this football stadium near here? Yeah? Is there football stadium near here? Сосын сіз оған жауап бересіз, немесе ол сізге жауап береді. Қалай жауап береді? Допустим, папқа бару керек, иә? Pub. Қалай айтамыз? Мынаны бір қарап аламыз, содан кейін мынаны айтып көреміз, окей? Сіз осы жердесіз. Go up the high street. Супермаркетте оңға бұрыл, Turn, оңға бұрыл қалай? Turn right at the supermarket. Sandown Road-қа қарай. Ішіне қарай деген қалайды? Қандай предлог қоямыз? Into Sandown Road, okay? Turn right at the supermarket into Sandown Road. Енді бұл оң жақта деп қалай айтамыз? Оң жағымда просто. Бұрыл емес. Бұрыл ол turn right, ал оң жақта деген қалай болады? It's on the right. It's on the right next to ненің қасында? Football stadium. Окей? Дәл осылай сіз мыналарды осылай айтып шығыңыз. Мынаған бір қарап аласыз да. Мысалы, Italian restaurants, оны просто it's on the right десіз болды. Сіз мына жерде тұрсыз ғой өйткені. Мына жерде тұрсыз, it's on the right next to the cinema десеңіз болады. Болмаса супермаркетке қарамарсыз десеңіз болады. It's on the right opposite the supermarket. Easy, иә? Қатты қиын емес бұларды осылай. И пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болған болса тіркеліп алыңыз, және менде Instagram бар. Instagram'да жүргізіп отырамын. Бұл видеоны мен жалпы барлығыңызға жасадым. Оқырмандар, курста менде оқып жүрген студенттеріме, өткен бұл менің курсымның бір бөлігі, бір ғана часті, который не только курстағы кісілер, но и барлық ағылшын үйренушілердің кім болса барлығына, в общем, пайдалы болатын нәрсе. Шетелге шыққанда әсіресе ертең қатты керек болады. Өйткені всегда онлайн болмайсыз. Кейде без интернета, без телефона жүру керек болады. Даже сізде телефон болған өзінде, интернет болған өзінде кейбір нәрселерді таба алмай, паника болып, қорқып, жылап болуы мүмкін. Өткен шетел білмейсіз, тіл білмейсіз, немесе білесіз, бірақ сасқалақтап сөйтіп айта алмауыңыз мүмкін, немесе түсіне алмауыңыз мүмкін. Осы видеоны дұрыстап қайтадан көріп шықсаңыз болады. Okay? And одан кейін менде қазір осы курспен ағылшынша 2 айда сөйлеп шығып жатқан студенттерім бар. Оның алдында да менде живой курсты жасап жаттым, тек қана ол зуммен ғана өтетін. Одан кейін осы зуммен сабақты мен тек қана спикинг форматында болатындай қылып жасадым. Яғни с нуля сіз сабақта, зум сабағында тек қана практика жасайсыз. Яғни сөйлейсіз, мысалы жаңа сөйлейміз деп айттық қой. Дәл осына 2 адамнан практика жасатып отырып жасайтын сондай курсты жасаған болатынбыз. Ол тек қана 2 ай алады да, ары қарай 2 айдан кейін сіз ағылшынша сөйлеп, ағылшынша бастапқы деңгейде сөйлейсіз, яғни бигинер деңгейінде. С нуля, яғни сіз еркін сөйлеп кетпейсіз. Еркін сөйлеу ол жылдары алатын нәрсе. Ал сіз 2 айда осындай шетелге шыққан кезде қолдана алатындай деңгейде сөйлей аласыз, және ойыңызды жеткізе алып, оларды түсіне алып, турсыз өзіңіз ақ саяхаттай алатындай деңгейде бола аласыз. Ол үшін маған қазір WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, өзіңіздің деңгейіңізді, одан кейін есіміңізді, жасыңызды, ары қарай мен сізге толық ақпаратты беремін. Ссылканы төменге қоятын боламын. Then see you in the next time. Bye-bye.